3. Тергетүү сәтіне арналған әдістің түрі бұл ханшайым, арыстан және аңшы әдісі деп аталады. Яғни бұл әдістің мақсаты қандай да бір ақпарат алуда шапшаңдыққа баулу. Яғни оқушылар топтық жұмыста бір-бірімен ақылдасып, шапшаң тез-тез осы тапсырманы орындайды. Қолданылуы екі топқа бірігіп, қарама-қарсы сызық бойымен тұрады. Яғни сыныпты екі топқа бөлеміз. Біз көп жағдайда қыздар және ұлдар қылдырып бөліп, соларды жарыстырамыз сабағымызда. Екі топ екі жаққа кетеді, ақылдасып, қайтадан сызық бойына келеді. Бұл жерде оқушылар арыстанды таңдауы мүмкін, яғни арыстан өзін тырнағын көрсетеді, ал аңшыны таңдаған топ өздері садақпен атып жатқан сияқты сондай әрекетті көрсетеді. Бұл жерде, яғни садақпен атып жатқан аңшы арыстанды атып өлтіреді де, аңшылар жеңіске жетеді. Екінші жағдайда арыстан таңдаған топ болады, және де ханшайымды таңдаған топ болады. Яғни арыстан тобы ханшайымды жеп қояды да, сөйтіп жеңіске жетеді. Үшінші жағдайда бұл жерде ханшайым мен аңшы болуы мүмкін. Ол жерде ханшайым аңшыны жеңеді. Солай кезек-кезек ойнап, әр кезде әртүрлі жағдай болады. Кейбірде екі топта аңшыны таңдап қалуы мүмкін, сол кезде теңбе-тең болады. Ойын солай жүргізіледі. Яғни екі топ екі жаққа ақылдасуға кеткеннен кейін қайтадан ортаға келеді, сызық бойына тұрады. Мұғалім 1, 2, 3 деп санаған кезде барлығы бірдей әрекет жасайды. Яғни аңшылар өздерінің затын жасайды, ханшайымға ханшайымның затын жасайды, арыстан затын жасайды. Егер де топқа мысалы ақылдасқан кезде барлығы аңшы деп ақылдасып, іс-әрекет жасаған кезде арасынан біреуі қателесіп қойса, немесе арыстанның бейнесін жасап қоятын болса, онда сол топ жеңіледі. Яғни бұл топтық жұмыс болғандықтан барлығы дұрыстап ақылдасып, одан кейін барлығы бірдей жасауы керек. Осылай ойын жүргізіледі. Бұл сабақтың 2-3-4 минут уақытын алады. Арасында өйстіп оқушылармен сергіту сәтін ұйымдастыруға болады. Біздің ойнап жүрген Сулифа ойынына ұқсас, бірақ та топтық жұмыста жасалады. Бұл видеодан сіздер сабақтан тыс уақытта осы ойында қалай ойнағандығын көре аласыздар. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, колокольчикті басып қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы да түрлі әдіс тәсілдерді салып сіздермен бөлісетін боламыз.